Саламатсыздар ма 2 сынып оқушылары? Қазақ тілінен 129 және 132 сабақтар аралығын орындаймыз. Хабарлама, хабарландыру, жаза аламын. 129 сабақ. Дара және күрделі сан есім. Екі бағандағы сан есімдерді салыстыр. Бірінші бағанда 6, 7, 8. Екінші бағанда 16, 27, 18. Бізге сан есімдер берілген. Және бірінші бағанда жай сан есімдер, ал екінші бағанда күрделі сан есімдер. Бірінші бағандағыны дара сан есім деп те айтамыз. Себебі ол тек бір ғана сан есімнен сөзден құралады. Ал екінші бағандағыны күрделі сан есім дейміз. Ол екі немесе одан да көп сөздерден құралады екен. Сан есім дара және күрделі болады. Дара сан есім бір сөзден құралады. Күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады. Күрделі сан есімдердің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. 19, 112. Жарайсыңдар, келесі мақалды жатқа жаз. Білгенің 19, білмегенің 99. Бұны дәптерлеріңе көшіріп жазыңдар. Сан есімдердің астын сызыңдар. Бұл жерде сан есім дегеніміз 1 және 9, ал екіншісінде 99 сан есім болып табылады екен. Мақалдың мағынасын түсіндір. Мақалдың мағынасы: сен әлі көп нәрсені білмейсің. Білгенің аз, білмегенің көп деген мағынаны білдіреді. Балалар демалыс күні тауға бармақшы болды. Серуенге шығуға дайындалды. Сол сәтте оларға хабарлама келді. Оны оқыған балалар тауға шығуды кейінге қалдырды. Қандай хабарлама келді деп ойлайсың? Ол ауа райы болжамынан хабарлама келуі мүмкін екен. Бүгін жаңбыр жауы мүмкін, немесе күн бұлт болуы мүмкін деген сияқты хабарламалар келуі мүмкін екен. Келесі көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып өлеңді көшіріп жаз. Атам екен, байтақ екен, жерінде кен. Жарайсыңдар, жұмбақты оқып шешуін тап. Ағайынды 12, бір атаның дәулеті. Жұмбақтың жауабы 12 ай, яғни бір жылда 12 ай болады. Келесі суретке қарап, балалардың қайда саяхатқа бармақшы болғанын тап дейді. Бірінші суретте бізге Көкшетаудағы тасты және көлді көрсетіп тұр. Бұл жерге барғысы келген екен балалар. Екінші суретте жай тауға барғысы келген. Үшінші суретте медеу мұз айдынына, ал төртінші суретте Түркістанға кесенелерді көруге барғылары келген екен. Мәтінді көшіріп жаз. Түркістан қасиетті қала. Ондағы тайқазан көне ескерткіш. Ол 7 түрлі металдан жасалған. Салмағы 2 тонна. Сан есімді тап, оның қай сөзбен байланысқан анықта дейді. Бізде сан есім 7 деген сөз екен. Ол 7 түрлі металдан жасалған деген сөйлемде тұр. Салмағы 2 тонна. Көрдіңдер ме? 2 деген сөз тонна деген сөзбен байланысып тұр екен. Жарайсыңдар, диалог сұрақтары мен жауаптарды толықтыр. Түркістан қандай қала? Түркістан қасиетті қала. Түркістанда қандай кесене бар? Түркістанда Ахмет Яссауи кесенесі бар. Тайқазан туралы не білесің? Тайқазан көне ескерткіш, ол 7 түрлі металдан жасалған. Саяхатқа шыққан адамға қандай тілек айтасың? Сәт сапар тілеймін. Бір-біріңмен сұхбатқа түсіп көріңдер дейді. Міне жолаушыларға сапарың сәтті болсын, сәт сапар жақсы демалып кел деген сияқты тілек айтсақ болады екен. Келесі өлеңді оқиық. Жолың болсын жолаушы. Биік-биік тауларды, қызыл-жасыл бауларды, үлкен-үлкен қаланы, алыс-алыс ауданды көру үшін аралап асығамын сапарға. Жүрсең алыс сапарда аман-есен оралшы, сағынысып көргенде құшақтасып қол алшы. Аспанда да жерде де, асуда да белде де жолың болсын жолаушы дейді. Мәтінді түсініп оқы. Алматы облысы Есік қаласынан табылған алтын адам бейнесі дүние жүзін таңғалдырды. Қорғаннан 7 метр тереңдікке жерленген жас сақ көсемнің сүйегі табылды. Оның тәжінен бастап аяқ киіміне дейін атты, жолбарысты, тауешкіні, түрлі құстарды бейнелейтін 4000 алтын алқа қадалған. Бас киімінде 2 тұлпардың аттың бейнесі бар. Келесі хабарландыру. Сәуірдің 21 күні оқушылармен ұлттық мұражайға саяхат жасалады. Мұражайға кіру ақылы. Берілген сан есімдерді сөзбен жаз. 11, 19,
25, 117, 150. Келесі жұмбақты оқып шешуін тап. 32 батыр 2-ге бөлініп қамалып жатыр. Жұмбақтың жауабы қандай балалар? Жұмбақтың жауабы тіс екен. Жарайсыңдар. Енді жұмбақтан сан есімдерді табайық. 32 батыр. 32, яғни 2 сөзден құралған күрделі сан есім болады. 2-ге бөлініп, 2-ге бұл дара сан есім болады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі суретке қараңдар балалар. Балақайлар не істеп жүр? Балалар орманға жеміс-жидектер жинауға келді. Ары қарай не істеді? Балаларға ат қойып, осы сөйлемді жалғастырып көріңдер балақайлар. Сен саяхат жетекшісісің. Сенің міндетің балаларды өзің тұратын көшемен таныстыру. Ол үшін көше кімнің атында екен анықта. Ол туралы ақпарат жина. Көше атауы болмаса, көше бойында орналасқан ерекше нысандар, дүкен, мектеп және тағы да басқалар туралы айтуға тырыс. Өз сөзіңде сан есімдерді қолдануды ұмытпа. Балақайлар, сендер қай көшеде тұрасыңдар және үйлерінің номері қандай екенін айтып жазсаңдар болады. Келесі мәтінді көшіріп жазыңдар. Бөдене жылқысы. Дүние жүзінде бөдененің 20 түрі бар. Ол 7-ден 20-ға дейін жұмыртқа салады. Оны 15-17 күн басады. Бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы, ол баланың ойлау қабілетін арттырады екен. Ал балалар, бұл жерде енді сан есімдерді табайық. Бірінші сан есім бұл 20, ал екінші 7-ден 20-ға дейін деп тұр. 7 және 20. Келесі 15-17 күн, бұл күрделі сан есім болады. Бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы. Ары қарай бізде сан есімдер жоқ. Жаңылтпашты жатқа айт. Бір жыңғылда 1000 гүл, бір бұлбұлда 1001 жыл. Көрдіңдер ма? Бұл жерде де сан есімдер бар. 1, 1000, 1 және 1001 деген сан есімдер бар екен. Жарайсыңдар. Мерей орманға саңырауқұлақ теруге келді. Алайда орманда улы саңырауқұлақтар өте көп еді. Олар қызыл түсті. Сен мерейге жеуге жарайтын саңырауқұлақ тере алатындай жолды табуға көмектес дейді. Бізде ең бірінші жолмен тек қызыл түсті саңырауқұлақтар тұр, я елікке дейін. Екінші жолда қасқыр тұр. Ол жерде де қызыл түстілер. Ал үшінші жолда кірпі отыр. Ол жерде ақ және көк саңырауқұлақтар бар екен. Яғни үшінші және төртінші жолмен жүріп, өзіне керек саңырауқұлақты тере алады екен. Я Мерей? Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.